30 миллионға енді бір айдың ішінде кірді. Өзіңізді бөле кетейін, осы жерде осы кезең қай жылдардан басталды? Қай кезеңнен бастап сіз мысалы қарызға кіріп бастадыңыз? Қандай себептермен кірдіңіз? Қарызға қашан кірдің дейтін болсаң, ол деген мен шынымды айтсам, көзімді ашқалы еңбекке қалай келдім, солай қарызға кіруді мен әдетке айналдырған екенмін. Бірақ мен оны ауру деп ойлаған жоқпын ешқандай. Ол кәдімгі адамның қалыпты жағдайы деп қабылдадым. Бірақ соңында мені 2 миллион қарыздар қорқытты, 3 миллион қарыздар қорқытты. Оған да мен тоқтамай жүргенде 30 миллион қарызға кіру арқылы мен түсіндім, бұл жерде мен бүйтіп бір қарызды жауып, екінші қарызға кіре беруді тоқтатуым керек екенін. Нақты сома айта аласыз ба, қанша қарызға кірдіңіз? Жалпы айтқанда, вообще сіз қазіргі таңда мен осы 30 миллион қарызға кіргеннен кейін барып тоқтадым. Ол қанша уақытта болды 30 миллион қарызға кіру? 30 миллионға енді бір айдың ішінде кіріп кеттім. Бір айдың ішінде ойламаған жерден енді үш қылсаң түсіңе кірмейтіндей жағдай болды. Ең басында айналамда адамдарды кінәладым, алданып қалдым, олар алдап кетті деп көп адамдарды кінәлап, сол адамдардың жасағандарын алдына келтіруге кәдімгідей ашумен жүрдім. Өкпе ренішім көп болды. Қолдау күткен адамдардың бәрі теріс қараған кезінде үйдегі отбасыма айтуға қорықтым мен. Өзім төлеймін деп жүгіре бердім. Қорыққан